Неймар тағы да трансферлік таудың ортасында. Бұл жолы оны Америкаға алып келу туралы әңгіме күшейіп жатыр. Ал басты қызығушылық танытып отырған клуб Cincinnati. Қазір Неймар Сантос сапында ойнап жүр, бірақ оның болашағы қайтадан белгісіз күйде. Ол жақында ғана Бразилияға оралып клубына көмектескен еді. Тіпті бұған дейін Chicago Fire мен нақты келіссөздер жүргізіп, Америкаға бір қадам жақын болған. Бірақ соңғы сәтте ол өз елінде қалуды жөн көрген. Енді жағдай қайта өзгеріп отыр. Бұл жолы Америка клубтары оны шындап қызықтырып отыр. Cincinnati Неймарды тек ойыншы ретінде емес, бүкіл лиганы жарқ еткізетін супер жұлдыз ретінде қарастырып отыр. Егер бұл трансфер жүзеге асса, бұл Америка тарихындағы ең үлкен келісімдердің бірі болуы мүмкін. Әзірге бәрі алдын ала келіссөз деңгейінде, бірақ футбол әлемінде бір нәрсе анық. Неймардың есімі тағы да үлкен трансферлік шуға себеп болып тұр. Роберт Левандовский болашағы тағы да үлкен сұрақ болып тұр. Қазіргі таңда оның Барселонамен келісімшарты осы жазда аяқталады. Сондықтан ол келер жылы еркін агентке айналуы мүмкін. Жасы 37-ге келсе де, Левандовскийге қызығатын клубтар әлі де көп. Европаның бірнеше алпауыттары оны тегін алуға мүмкіндік болса жіберіп алғысы келмейді. Қазір ең белсенді клуб Милан. Олар поляк шабуылшысын өз қатарына қосу үшін алғашқы нақты қадамдарды жасап қойған. Тіпті жақында Милан өкілдері Левандовскийдің агенттерімен Италияда кездесіп, трансфер жайлы сөйлескен деген ақпарат бар. Бірақ бұл жерде бәсеке жалғыз Миланмен шектелмейді. Соңғы апталарда Ювентуста жағдайды бақылап отыр. Олар да Левандовскийдің Барселонадағы болашағы толық анық емес екенін пайдаланып, оны өз жобасына қосу мүмкіндігін қарап жатыр. Қорытындысында жағдай бұлай: егер Барселонамен келісім ұзартылмаса, Левандовский 2026 жазында еркін агент ретінде Европада үлкен шу тудыруы мүмкін. Ал Милан мен Ювентус оның келесі бағыты үшін қазірден-ақ күрес бастап кеткен.